не деген шапалақ, не деген қошемет, не деген құрмет мынау. Әрине маған емес, бүгінгі қуаныш иесі, той иесі, дастархан иесі Мұхаббат анамыздың құрметіне, қуаныш иелері Тастемір мырза, Бақберді мырзалардың құрметіне тағы бір қошеметтер беріңіздер шығарекей. Ал бісміллә деп сөз бастайын қарқынменен, сәлемдесу маған қарыз жалбыңменен, әуелден амандасып алайықшы, пайғамбарым қалдырған салтымменен. Армысыздар, төрде отырған ағаларым, қайырған ақ жібектен жағаларым. Сіздерден рұқсат алып, сөз бастасам, тілімді жаңалырмас бабаларым. Армысыздар, ақ жаулықты аналарым, биік болсын әрқашанда бағаларың. Пейішкіті табанының астында ой, құрметтесін бала түгіл даналарым. Армысыздар, төрге шыққан құрметті құдаларым, бүгін білдім сіздей текті құда барын. Құдаларға қызмет етіп ата салды, аямаңдар бізден бүгін сұрағаным. Армысыздар, тойға келген барша қауым, өзіңменен биік қой асқар тауым, көппен бітер тойым да, жиыным да, батырлар да көппен бірге қуған жауым. Деп ардақтағайын бүгінгі дүбірлі тойымызға, дәстүрлі тойымызға, үйлену тойымызға қош келдіңіздер. Бәрекелді. Сұлу мүсін сәулеті, асып тасқан дәулеті, сән салтанаты жарасқан бүгінгі қуаныш иелері, бейбосын ата әулеті. Міне осы әулеттен өсіп өніп, бүгін дүрілдетіп, дүбірлетіп, алысқа хатшы беріп, жақынға атшы беріп, қазақтың батыры, баяғы Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Махамбет Исатай, Райымбек Қарасайлардың жолын оған ізін басқан Сәкен батырдың тойына қош келдіңіздер деп тағы бір қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді келесі шапалақ қошемет осы бүгінгі дүбірлі тойымыздың төріне алғаш рет шығып отырған біздің Насира келініміздің төркін жұрты, Сәкен мырзаның қайын жұрты, Қаңлы елінің құда жұрты, жаңа құдалардың құрметіне қошемет. Ай, бәрекелді, рахмет, рахмет. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Төрдегі орындарыңыз жоғалмасын. Ал, игі жақсылар, келесі шапалақ қошемет бүгінгі дүбірлі тойды басқаратын, алдарыңызда тұрған бұрынғы Шаншар театрының актері, қазіргі Күлкібаздар театрының актері, әртіс аса бір режиссер, сценарист, юморист, пародист, Қазақстанға еңбегі сіңген мәдениет қайраткері. Шапалақтамай дегенде ешкім? Бұл жай бер жағы. Енді нағыз үлкен атақ дәрежемді айтайын. Қазақ болғалы осы атақты бірінші қазақ мен алдым ағайын. Маған дейін бірде-бір қазақ алмаған. Назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасы Тоқалтану Академиясының академигі, номер 1 тоқалтанушы Ғалымжан Әлкентауи, Ибн Түркістани, Шымкенттің айналасы. Ағай бәрекелді міне. Рахмет, рахмет. Біраз жігіттердің көз жәнеп болды. Тойдан кейін сөйлесеміз. Біреулер күлді ғой маған. Кім күлген? Күлген адам басына келсін. Күлген адам турым мен сияқты 4 қатын алсын. 4 қатыннан 40 бала тапсын. 10 қыз 30 бала тапсын. Дегендер қол соқсын шығанекей. Бәрекелді, рахмет. Әзілің жарасса, атаңмен ойна деген атаң болса. Әзіл ғой, игі жақсылар, бірақ әр әзілде бір шындық бар дейді. Игі жақсылар, әзіл болса күліп, шындығы болса бас изеп, қол соғып отырсаңыздар, сол маған жетеді. Ал олай болса, ата-баба дәстүріне тамсанайық, шаршамайық, би-билейік, ән салайық, орнымыздан үдіре түрегеліп, жарасқан қос аққуды қарсы алайық ағайын. Ашуыты жанары жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін, келген жылдар қосылған
Міне екі жақсылар көптен күткен, аңсап армандап, сағынып сарғайып, шөлдеп шөліркеп жеткен тойымыздың мәнінде сәні себепкерлері Сәкен бауырымызбен келініміз Назира алдарыңызға келген екен. Ду емес, шу бол шапала! Бәрекелді, бәрекелді. Ал Сәкен бауырым, алдыңнан бу шыққанда, бойға шыққанда бу шыққан шығасың, талай ударды қабылдадың, талай әлемнің бұлғары қолғап шеберлеріне төтеп бердің. Енді біздің Назираның ударына төтеп берсең болды енді, Құдай қаласа. Сенің нокаут қылатын Назира келді ғой. Осы күнге дейін ешкім құлатамаған Назира құлатады сені енді. Ал енді екі жастар, жақсы жайсаңдар, бүгінгі айтылар ақ тілек, шырқалар ән, тартылар күй, биленер би, барлығы екі жастың құрметіне болмақ. Ал Сәкен бауырым, ақ құсың, бақ құсың, пәк құсың құтты болсын. Ер жігіттің астындағы аты жақсы болса, бір бақыт, алған жары жақсы болса, мың бақыт деген, мың бақытың құтты болсын. Ал Назира келінжан, қадам құтты болсын. Сәкен батырдың досы бол, қоса қарған қосы бол, қаңлылардың сәні бол, ақ орданың шамы бол, бақытты бол айналайын, бақыттарың баянды болсын. Ал енді атамыз күйеу болып, анамыз келін болып кірген қасиетті қара шаңырақ ақ босаға, ақ дастархан екі жасты асыға күтуде.